Жигули,
Болды, айналайын. Бейсенбі ағыр домалап, бір домалап, асыратын қолдар ау негізсіңді. Ал енді сырттағы барша қонақтар келіңіздер, ана подаркалап келеді маған. Подаркалап келіп, осы билеп шашап тұрған кезде ойнап жерейін бүгіннен. Ап кел. Мына қасына тұр. Баяғыда бір көкем айтқан екен жаңағы, апама қарап тұр. Айналайын жандайша. Сұлтанбек Бейсенбіде қалмайша деп дұға қайын. Мінеге құда қаласа болса, атамыз бен апамыздың жолын берсін деп қаламыз. Енді баршамыз осы қуанышты бөлісуге келген жандарымыз ғой. Мен енді осында подарканың барлықтарын Сұлтанбек көкем айтып жатыр. Оңай сұрақ қойып бермей. Прямой тақырып жерме бірақтан дейді. Оңай сұрақ қояйын деп жатыр. Ана баршамыз бері қарап алайықшы. Мына екі кісіні танитындар қол соғайықшы. Бір-екіші ұрмай қалып танымайды ғой деймін да что-то, қайталабайды. Мына екі кісіні танитындар қол соғайықшы. Сұлтанбек көкем айтып жатыр. Осы тойымның ақырына шейін жүрген адамға, қолақтан қайтып кетсе де осы жерде тұрған адамға алып келген той анасын қайтып беремін дейді. Бересіз ба? Біліп алайын, ана кісілер тұрып алып, қашан береді Сұлтанбек той анамыз деп тұрмасын деп жатырмын да, сұрап алайын деп жатыр. Енді бүйтеміз. Қуанғанға құт, бағалағанға бақ қонатын қазақпыз, дұрыс па? Қазағымда айтады, не ексең соны ора дегенсің. Тұрады. Жаным арақтың құдыретін ай, жаңа деген тілек айтамай атқан еді. Менен жақсы сөйлейтін ұпты уже. Жаным енді бері қарайық тойшыл қауым. Осы көкеммен апама қазір жаңа дегендей шапалақ емеспін. Необычный бір ысқырып, айқайлап ұрған кісіге подарка беремін. Тұрады, біліп алайын бірінші. Біліп алайын. Ысқырған кісілерге, айқайлап шулаған кісілерге, аямай деп қуанған кісіге подарка беремін. Бүгінгі той егелеріне шапалақ қайда? Кеш, қапшы, кеш. Молодец. Бірінші таныс олайық. Есіміңіз кім? Есімім Зұлқымар. Зұлқымар. Бұл әулетке кім боласыз? Жиен келін болады. Жиен келін, молодец, Зұлқымар. Бүгінгі той егелеріне шапалақ соқшы. Бол. Зұлқымар саған көбір болмайды. Ұстасаң да, мен саған қазір айтам ғой. Ұстасаң. Ұста. Үйде нешесіңдер? 9-мыз, 9 үштік жоқ, 4-ақ үштік екен. Рахмет, Зұлқымар. Жаным көрді ме? Келді, деп қолды соққан жоқ ол. Деді, мен басқасын қайда көзін жұмбақ кімге көрсетіп отқан білмеймін деп ұқпады. Мен соған аса болдым. Ал енді бейдей, қолды саусақты салып кім қатты сықып қуанады, соған подарка беремін. Ал бүгінгі той егелеріне шапалақ қайда? Әпсекес! Қолды қай! Қоясыш, билейтін жері үйде қалып кетті бұл кісі. Молодец. Есіміңіз кім еді? Жанар. Айжан ұқсайды екенсің, емес ше? Жанар, бұл әулетке құдағисыз ба, құдашасыз ба? Сіңлісі боласыз ба, құдаша болады екен, айналайын. Жанар бар емес па ше? Кездермен әпше бақытты болсын деп қолын салып сықырып жатыр ғой. Бір жанар сықыр көрсетші. Жүдір. İşçi adam ba tutalım. Üstünün dalaklı işçi var mı? Kaytalım. İştin mi? Başlığına da işçi var.
Осы көкөлікті бірдеңе шығару дегенде маған құдай деді. Айналайын. Кешсе аға. Атын кім еді? Бике. Амансыз бабысын айналайын. Молодец. Ол Бике дейше, ешкімге қарама. Подарканы оңай емес. Білесіздер, чуанын жігіштері қалып батыр қойды. Бір қыш. Бұл бәк шымыға ба, бұл деген бұл негізі. Осы екеуіне қатты сұрап тұруы бар ма? Жоқ, қыздана. Апа сізге сұлу ой ама. Продюс шықты деді апа сұрмаңыз. Иә, тағы да. Жоқ, қайғылап Жанар көш. Жанар көш. Сен әлі жассың Жанар. Бір ысқырш. Бойдағы? Әлі бойдағы сияқтысы бар өсі үшін. Кәм Жанар, бір ысқырш. Қосыч. Жиятым шынды. Жинже, болады. Мен саған айттым. 2 стакан подряд іштердің сөзі қатты шығады деді негізі. Кім сен ба? Мынандай денемен жайып тұру мүмкін емес көсен кетші. Мына денемен сен ауылдың ана басында тұрған жігіттер татсаң керек дейді. Иә, әлі де татасың сен негізі бар өсі жа. Кәм ысқырш. Жаным шейін. Жас кезінде саусақ жіңішкен. Жуан болған. Молодец бол. Көп сықырмаңдар. Ауылдың аталар оянып кетпесін. Жанар тоқташ сен құдаш екенсің ғой маған айтайыншы. Жанар, әулетке кім боласың? Осы әулетке кім боласың? Құдаша. Тұр. Жанар, мынау кім болады саған? Әпшем болады. Молодец! Жанар, жаным шейін. Осы төртеуінің біреуін таңда. Төртеуіне меңгіреп қалды ол негізі. Үйде не жоқ соны қойып кетесің. Иә, төртеуінің біреуін таңда. Иә, мыналардың бәрі мен андай пысқыратымен дейтеп қалды ол қазір. Қайсысы ана деген көреш үйінде не жоқ деп байқайды. Жаным шейін, болды. Рахмет Жанар. Иә. Осы шайғалы бар болды айтуым. Білмеймін. Көрдіңіздер ғой, өтте оңай. Внимание, сабжатаста деп атқан жоқ бұл. Енді мынандай, енді өте қызық болады қазір. Қазір өте қызық болады. Бейсенгүл апам қай күні тұрмысқа шықты, кім біледі, қол көтерсін. Өй, сен ойында тұрсың. Кім? Кел, апа кел. Тұрап өзі қара деген оқысын. Бейсенгүл қай күні тұрмысқа шықты? Жазға шыққан ешімдегі. Ой, жазға екен білеміз өй. Кел тұрабын, тұршы билеш. Кел байса. Ана үшеуі ғана соғып қалғандар танымайды олыздар. Иә, мыналар бір түрлі олар. Анау ойбай нең бар олардың үйленгендерді. Иә, үйленгеніне биыл 40 жыл болды. Оны білем. Тура 40 жылда сияқты болып тұрсын. Осы еді, осы бейсенбілді осы әулетті өз әкеттерге сияқты болып тұрған ода. Есіміңіз кім болады? Гүлсара. Ойбай, Гүлсара бір, Гүлсара екі балай деп тұр ғой қазір. Бейсенбілдің тұрмысқа шыққан күнін айтамыз. Қай күн? 25 шілде. Өтірік. Бейсенбіл қай күн тұрмысқа шықты? 85 жыл деген білдіңіз қой, қай күні? Тұрам. Жүр. Бағаналы ойымыз. Подарки қарап тұрғанда маған қараса берші, мен өз саған подарки беретін. Есіміңіз кім? Базаркүл. Жаным шейін, Саудагүл. Кейінен маты ғой осындай, сосын Саудагүл дейді да оны.
Savdagül sazdan so'rab. Biysenkul qay kuni kelinchak bo'lib tushdi? 21-shilda. O'tirib aytmoqchi. Kel. Seni o'zida cho'qda bu qayoqda bilasizmi mana? Kel. Hozir. Здравствуйте. Как тебя зовут? Ақкөркем. Ақкөркем. Молодец. Sen aklını şakılsan, Bardol bir Görkem bağırındaydı. Kimle seni Görkem başında oluyor. Alayım Görkem kim bulamısın? Келіні. Kimden geldi? Қайынсіңіздің. Kayıtsınızın geldi. Kim geldi? Ne молодец. Al yeni soran. Biysenkul apam kay günü oramalın aslında oturdu. Бейсенбі күні. Özüm orada Biysenkul. Apa. Болды. Болды. Biysenkul özüne bilmeylerini kay günü kuşka sıydı. Молодец. Құдағи келіңізші. Келіңіз. Негізі құдағиға айтқан сұрағым. Бейсенкүл құдағиларыңыз қай күні келін болып түсті деді. Қай күні түсті деді. 25-інде өтірік айтпасын. 24-гі күн түнде келген ол. Қайықтан бір деген. Не істегенді көз? Бұл дейді ғали тұрмысқа шығатын білмейді. Олайнан. Келінді қай уақытта келдің үйге? 24 күн кешке. Көрдің бәні? 24 күні келген. Бұл бет ашар болған күнді айтты ғой негіз. Көрдіңдер мәні? 24 күні түнде келген, 25 күні ауылға сәлем саған бұл бейтім. Осыдан 40 жыл алдым. Енді бір сұрақ. Осы Бейсенкүл апам ашуланғанда қандай сөз айтады, кім біледі? Гүлсара. Бейсенкүл апам ашуланғанда не деп ойлаған не? Қандай ашуланғанда қандай сөз айтады? Осы қайсы білетін шығар. Вообще söylemeyin diyeceğim. Saraylar'ın aşağıda bu. Çarşına. Beni söyledim. Valla. Hayakana paşapını durduk ol. Rahmet bana. Çok. Onday kanal деген жоқ. Kanal деген жоқ. Мына жерде көресіздер, не сөйлейді? Иә. Көрдіңдер ма? Бейсенкүл ашуланғанда сарайға айналып жүгіре береді екен ғой. Иә. Ана қыз жолдасы да білмейді ғой, қай күні келіншек болып түскенінде. Айтқанда базар көлікте болмаса қыз жолдасын, кластасын деп қояды ғой сені, да? Сені қай күні ауылдан кеткен білмейді. Ол келін болмай жатқан кез қорапыдан екен. Сен ол түспей жат бірінші кеттің ба сен? Байғұсталай жастай кеткен екенсіңдер-ау. Неше жасында келін болдың? 18 жасында. 18 жасында? Қол соғай, ағайын. Рахмет. Әулетке аман дегесінде келіп, кәләли болып жүр қазір. Қол соқпаймыз балай. Мінекей. 40 жыл болды деп кім айтады? 39 жыл сияқты. Бір жыл стажировкада жүгірген ғой бұл. Иә, молодец. Менің көкөбеде бір қол соғыңдар. Бір келіншекпен 40 жыл тұру оңай емес пайдадай шығар. Көзіңді ашсаң сол келіншек, тұрсаң сол келіншек, айқайласаң сол келіншек. Жаным шида, көйлек жуылмақ десең алдында тұрған сол келіншек айтты. Мінекей көкөбеде қол соғайық, жаным шида. Молодец. Кеншемнің чайлылығы да, көкемнің шашы енді ағарыпты ғой. Енді ағарыпты. Ол да ағармаған просто кеше Бейсенкүл ұйықтап атқанда ақ краскамен қояп қойыпты ғой. Ал ендеше бірге тойшылау, баршамызға белгілі әулебейді қазақ жоқ, мен енді мына сый-сияпатым бар шығару сіздерге тарқатам. Бірақ та қазір өлең жасырылып, сол өлеңнің аты жөні емес, 4 қатарын білетін адам қол көтереміз. Отырмап айтқан адамды өсекші деп айтады. Опма, құлағымыз түрейік. Ал ендешеге алдарыңызда музыка жасырылады. Білетін адам қол көтереміз. Кел, тоқтат.
Бірақ мартайдан осы 3 марта айттым ғой. Жаным шидай, қалайлайсың. Келесі Димашқа. Келіңіз әпше, чекеміз. Қайнағаларын тұрған болады. Ағам ба, молодец. Атыңыз кім? Гүлбарай, молодец. Мына екі охранникті өлтіріпсің. Оқымасаң, оқыма охранникті қатырыпсың ғой, айда Гүлбарай. Ал әпшенің орнында нәрсені. Қоймаймыз. Қоймаймыз, айтамыз. Ол? Жаздақанның алдына. Кәл, басымызда жүрші. Canım şeyim, rahmet әпше. Кәдімгі достар емес, кәдімгі фотоға түсірші ғой. Canım şeyim, әпше. Мынау ғана екі қызға охраннигімізге. Өлі әпше, сол біреуге керек етме. 5 теңгеге сатып қойған әпше. Бере алмаймын әпше. Иә, маңыз әпше. Canım şeyim, алыңыз шыннан. Кел берген. Қазір бұны бір зондықты берем, төбелес бөледі ғана екеу. Жаным шейін, ноларымдар патақ маңғырап тасылады ма? Келдер екеу. Екеу деп ұста. Біреуін ал. Ана шақырш. Бергеш, жаным шейін, бергеш. Жылтыр бөлек шақырш, бергеш. Жаным шейін, ай. Оны мен біреуден қаштырған жоқпын, қазір біреуіне берсең, біреу төбелес бөледі осы жүрді. Сосын ең бір рет қызыл зондик болады ғой бәрі. Ал келесі жіберші. Жақсылап тыңдап алайық, өтініш тойшылға ол. Кел, құла кел. Құла кел, ал артта, құла жақыршы. Құла биер берші, шейін әйтір, зорған сүрдің абай деп. Есіме. Құда тағы сұрақ қойсам естерінен шығып кетер, бәрі мына жерге ұмытқа батыр ғой. Рез өлеңді айта берші. Молодой, не дегенде? Молодой, сәл, музыка жал. Не ал өтесін еске сірек. Молодец, негізі жас кезінде от болғасы ғой құда. Рахмет жаны. Енді жоғалатып атымыз ғой, сол күнде. Иә. Рахмет. Енді бір сұрақ қояйыншы, осы өлеңнен кішкене сәл үзіле тұрайын. Көкем, әпшемді қай жерден алып қашып келген кім біледі? Тапқан адамға 3 бала көремін. Әпше тұрады. Тұрсайшы және. Көрерін ақтан ішпеген. Қауын егматтан егін ақтан. Қауын егматтан жерден? Ол айтты ғой, ондай жерден келген жоқпын деді. Ондай жерден келген жоқпын деді. Өтірік басып деп атыр ғой. Бәке келіңіз жүріңіз. Келіңіз. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракату деп бастасың. Қайдан қашып келген? Негізі огородта поляның басынан қашып келген. Молодец, жаным шейін. Бәкем ұқтыға. Иә. Негізі осыны поляға жібергеніміз ғой, қолына бір шелек қауыны орғын бер. Сөйтсе, көкем қашып кетіп қалған ғой сол күні.
Canım şey, ne bileyim. İyi benim Burası kavul yığına kancalarında oğlumlar. Daha zevkele doğru. Daha zevk baktan sonra. Anday karalarımızdan bilestir koy. Canım şey, şalayttan da ya. Ana bizim gülden kaçıp geldik Polyanın basından kavul yığına atkan ekendir. Kayda bilsin darımız yiyip kaçıp gitkendi onu. Malades, mereke kula kalasa toyşuluğum, keremek başlamıza toyşuluk üstü olsun deyip kalamız. Ben endi hazır oyunlarına qarab çalmasam, biroqdan olsa keremet satты пайдаланып әулеттің әпке-шешесіне жиен бөлелерін ортаға шақырсам деп жатырмын. Атым аталған түрін түсірмеді демеңіздер. Мінекей әулеттің қыздары күйеу балдары, жиендер бөлелер Қанат Жана, Ерғали, Есенғали, Зебергүл, Ақберді, Айгүл, Сәбит, Сағит, Ғабит, Әлия, Дәурен, Айдына, Қуаныш, Айкөркем, Нәзипа, Жеңіс дейді, Хабар, Серік, Айбек, Жәлила, Гүлдар, Гүлайы, Айбала, Дәурен, Мақсат деген кісілер келіңіздер. Әулеттің әпке-шешесіне жиен бөлелері, қыздары, күйеу балдары келіңіздер. Ülkemizden bastı olay. Koku ben bundan mı? Kamar Arabı çevirdiğinde kurumu kuvansınız. Yani kaynağı tutanın tuğanını zaten olsun diye sağlam akı olsun. Buralarında dinlerken kızını böyle oynayıp duruyorsun. Biskeye gelip bir dersler kartayıp böyle kurakalasa var. Nemerilerin kızını böyle, oylarını böyle aslında iyi kişnetey toy olmayı var. Toydan toymalar böyle. Efendim bu kalkmalı artık bunu tutuyor. Şimdi o zaten koyuyorsun. Doğru tutuyorsun. Açıklar zaten yapmak görüyorsun. Жерде туғаныңыз құтты болсын, тойларыңыз құтты болсын, тойлаған тойға келе берейік, Құда қаласа 80-100-150 жасқа келе беріңдер, соны тойлай берейік, амандық болсын, жамандыққа тек тойда келсек. Ассалаумағалейкум қадірлі қонақтар. Нағашы тойларыңыз құтты болсын, зейнет жасы құтты болсын, қырғызыңыз құтты болсын. Рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп берген нағашыларыма бәрі той көріңіздер. Нағашы, немере шөбере көріңіз. Әрқашан ол сәулетте бұдан да жақсы тойға келе берейік. Той-тойға құласын. Әпше, енді сіздер. Рахмет аманға. Сіздерге қандай ағайын туысқандар, жастар бәрі қандырастан. Айналайын ағам келген мына пайғамбар жасы құтты болсын. Әкенің орнында болған, әкемен шешем ғой бұға сәтсін. Орын басы болсын, оған да Аллаға шүкір. Осы күнге жеткізгеніміз әйтеуір осы ағаларымыздың арқасында, жеңгелеріміздің арқасында. Не деймін, бар жақсылықты тілеймін. Мына бала шағамызды көре бер. Бізді жеткізген
kızların ösü bölümesini köbürek bölümlerimizden naballarımızın kavuştuğundan eğerimizin ortamızda aman girebiliriz. Arkasından kendimiz girebiliriz. Ağa jenge, buna bugünkü tuğan günü kutlu olsun Ağapayım. Jenge, sizge rahmet. Ağamın aslında bir geceli bağlarının ösünü bölümleri kullananların toy toyla olsa bilsin. Bırakılsa cömert güylendirip, buradan derken toyunda birebir. Yediniz, tek жақсылық болсын, көпшілік көпілігіне қосылады. Ал Тәте жеңше, мына тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, аңсаған армандарыңызға жете берсін, Құда қаласа немере шөпшек, немере көре беріңіздер, Құда қаласа жомарт үйленіп, соған тек жақсылығын көре беріңіздер. Buna ikisini de söz geçti arkadaşlar. Әпшен, жезде, бugünkü mereytoylarınız kutlu olsun. Jezде 63 жас, bayram жасыңыз kutlu olsun. Денсаулықтарыңыз mutlu olsun. Құдай қаласа бөлем, жомарт үйленіп, бұдан да қуанышты тойларға жиыла берейік. Жаңағы сіз 85 жылы мен Әпшен бауырға шыққан кезде қатты сізге өкпелеп жылағанбыз біз үйде бәріміз. Иә, Әпшен бауырға шығып кетті. Сол кезде ренжігеніміз бар. Абылайша жақсы, жезден өте ақ көңіл. Әпшемді алақанына салып жүр, Құдайға шүкір. Денсаулығыңыз мықты болсын, жезде көп жасаңыз. Бүгін бір өлеңімді жаза алмай қалдым, сол бір өлеңімді кішкене шумағын айтып жүрейін. Жайын ойлап жұмыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеге. Жайын ойлап жұмыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеге. Жезде көп жасаңыз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әпшем екеуіңіз Құдай қаласа 100 жасап, бұдан да мерейтойларға жинала берейік. Құдай қаласа бөлем, жомарт үйленсін, тойға келе берейік. Молодец. Осы кісіген айтты ғой ке, Әпшен кеткенде жылағанды. Қалғандарына күлген ойында шолақ-шолды деді да, мына байғыз Әпшен кетіп қалып деп жылатты ғой. Енді қазақта айтады ғой, ой түбінде жатқан ой толықса шығады, су түбінде жатқанда су толықса шығады дейді. Бұл айтар деп айтып қалған жоқ, сол кезде жылаған есте түсіп кетті да негізі. Қазір жылай деп тұр ғой, қой Әпшен келгені 40 жыл болды ғой, енді жыламай-ақ қой. Қанша жыласаң қайтып Әпшен бермейміз деп еске айтып алайық. Әпшенге кетпейін деп тұр ғой. Енді менде бір есе сөйлеп түсіп алайық. Сый-сияпатты табыстап, әулеттік әпке жезде шен көлелері ортада дөңгелене биге шығады ағай. Шал сый-сияпат табыстап алайық, бір сөйлеп түсіп алайықшы. Сені алғаш көрген кезімде қайдан болып қалды. Коллектив, тостар, биге. Әпке жездеңіз көбекте. Жаным деп күлнірім, кімге саған бірім, сенен хабар жоқ қой, саған әнге салам, мені сен шақырсаң, құстан ұшып барам, сүйдім сені Гүлнарым. Жаным деп күлнірім, кімге саған барам, сенен хабар жоқ қой, саған әнге салам,
кісілер болса сыйлығын алып кетеді. Келетті дұрыс жауабын айтса болды. Қазір осы тойханадан қайтқаннан кейін жол полиция қандай мәселе тоқтатпайды? Келin. Молодец. Кыжуатындығын білдіріп қоймау. Сіздер мәселе тоқтатпайды. Келесі сұрақ. Баршамыз құлағымыз тұрып отырайық. 90-ға келген апада не болмайды? Отырып айтқанды өзі ішінде айтқан деген. Отырып айтқандарға не алмайды? Келіңіз. Келіңіз. Жаным шейін аға. Пұл көтереміз, келіңіз деп айтамыз. Ортаға шығып айтқан адамға ғана не қыламыз дегенбіз ғой? Біреу аямай тарқатады деген үш жерден бірінеді ғой дейміз. Бүгінгі той егесінің ең алғашқы мінген көлігі қандай көлік кім біледі? Сұлтанбек көкемнің ең алғашқы мінген көлігі қандай көлік? Өтірік. 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 Отырып айтпаймыз дедік қой, келіп. Өтірік. Өтірік. Ең алғаш мінген көлігі. Иш мотоцикл өтірік. Апа, кеш. Кеш айналайын, апа. Сұлтанбек көкемнің ең алғаш мінген көлігі. Кел жаным шей, молодец. Өтірік. Ең алғаш мінген көлігі ешек. Дұрыс қой, мінбек деп айта алмай, мінді апа. Мінді қол қолай. Одан кейін барып, үй жағдай трактор мінген кейін ол. Ал енді бітеміз. Осы Бейсенкүл апам. Бейсенкүл апам. Дүниеге қай күні келген? Келіңіз шапше, молодец. Үндемей қол көтерген кебелей деп тұр. Келіңіз. Келіңіз. Бейсенкүлдің дүниеге келген күні 22-ші қаңтар. Сіздігі? 66 жылы 22-ші январ. Молодец! 22-ші январ 66 жылғы. Мынау құдаша сізге. Мынау сізге. Қолдамай. Енді мен той жолдау тағы бір сұрақ қойайын деп жатыр. Тағы бір сұрақ қойайын деп жатыр. Оны бірақтан қайтар кезде қойайын. Тапқан адамға 5000 теңгеге. Ең соңында қойайын оны. Жекпот қылып. Ал енді ортаға мен осы әулеттің бір топ көршілеріменен коллектив деп жазылып тағайындар. Келіңіздер. Коллективтер Нурик, Сәрсенбай, Бекмырза деген кісілер келіңіздер. Алыстағы ағайыннан жақында көрші деген Мүсәлі, Бақпан, Қуаш, Ербол, Шоқан, Алюша, Ерғали, Матлюба, Сапаргүлгүл, Мейрам, Нұржамал, Болсынай, осымен баршасы тәмам болсынай деп келіңіздер, көршілер қауымы. Сонымен қоса ұжымдастар коллектив билеп берейік отыр. Әкеміздің осы замандасы болып ұжымдастары келген, ағайындай болып кеткен көршілер келген, кешегі апаларымыз айтқан ғой, көрші ақысы, тәңір ақысы деген. Ал енді мынау
жақсы тілектерді өздеріңізден естіп алсақ деп жатыр. Қайсысынан бастаймыз? Ассалаумағалейкум. Мынау ағайынның көрсін сұлтан балыш жасатылған құтты болсын. Кейіннен келген немере сүйдіңіздерге шеберлері үлкен мынандай үлкен той жасай берді. Енді сұлтан жетпіске келген той енді мынада таққан жолында үлкен болсын. Бала шағаларын бұдан да үлкен болсын. Немешілері тұтқын көре болсын. Аман есен болсын. Рахмет. Расул дүкен, бақылау аласа, жасын түкен, аман-есен елдің арасында жүре бер, бұл шаршама, ескірме, қартайма. Бес кәмен бар еді, дені сау болсын, аман-есен жүре бер, болсын, жұмыс болсын, Assalamualaikum warahmatullahi Ал теңгерден естейік. Бұл үшеуі деп тұр ғой. Бейді. Бірінші бастайын ақ келінен бастайын. Екіншісі бақ келін, үшіншісі өсекші келін болады. Әпше сіз бір сөздеңіз, алтынсыңыз бар ғой жанымшы. Рахмет, қосылмаған дұрыс болып тұр негіз мағанда. Бейдегі бір естелік сүріп солай шағындап тұрайық. Көкемменен апамның тойына бір естелік болсын. Қадырғы кел, керемет сурет көрсін. Менен осы төрт көзімізді көргенде, осы көршілер, коллектив баршаңыз жылы орынға жайғасып қалсаңыздар, екінші дәлге тағымға қараңыздар. Менен осы көкеміздің бауырлары, Ахан Мырза бастаған Жайна ханым менен табыстаңыздар, көкеме беретіндер көкеме, жинчеме беретіндер жинчеме, маған беретіндер мен мұндамын деп жатыр әдеу. Қалтадан күтпесіндер жатыр қой. Ахан Мырза Жайна ханым менен Бақтияр Айгүлдің кісілер келіңіздер. Бүгінгі таңда мінекей көкемнің нағыз бауырлары, Сұлтан көкемнің інілері, бұл өмірде ең қымбат бауыр қымбат. Түсінсең сол бауырға жететінің жаның қымбат. Сыйластықтың төрінде тұрса дағы, айналайын ағайын, түсінген адамға ең қымбаты бауыр қымбат дейді. Ал енді бүгін мінекей келіңіздер. Ахан Жайна, Бақтияр Айгүлдің кісілер келіңіздер. Рахмет. Өз карантиннен кейін сондай болып алдық қой негіз. Жақсы абысын тойда жолбайды жанымшы. Көтер. Сиыр сауатын уақыты болды. Сиыр сауатын кезі кеп қалды қазір. Жақсы айнан. Жәмиле артыңа қарамайды. Толсық қойсыздар ма не? Жәмиле ұзатып барады ғой. Артына бір қарамадау, жасыз соғанда бейт-бейт барайды да бейт-бейт. Ал енді бүгін мінекей Сұлтанбек көкемнің нағыз бауырлары, мінекей Бейсенбір жеңгемнің қайнылары, артынан ерген іні келіндері. Енді бүгін дастарханның төрінде төрт көзім
өзіміз түгелгенде бұл кісілердің деп бауырға деген бір тілеген, ағаға деген, жеңгеге деген тілектерін естіп басақ деп жатыр ағайын. Алдыңғы толқын ағаң болса, қандай жасында кеше бір керемет өлең жұмақтарды айтылған. Қазағымда айтады, жетсеңде қанша деңгейге, шан жетпейді ау жеңгейге дейді. Қуаныштың төрінде тұра білші, аға тайып, жүзге аман есен жете білші. Сол бойында куә болып жанында, бауыр болып, тілек айтып тұрайықшы деп қаламыз ағайын. Қол соғып құрмет жасайық, Ахан мырзадан сөз кезегін бастайық. Тамадауырға рахмет сөздеріңізге, мына басқаларыңызда тұрғылықты бола берсін. Сұлтаға Бейсенкөл мынау зейнетті өздерінің жүк қосқандарыңызға қырғылықтан өзі жаңа бағана айтты ғой, жаңа артында тұрсам да сен, жатсам да сен деп Құдайдың сұлы жер басын бірімізға қатая беріңдер. Ол айтылатын жай қана әңгіме ғой. Мынау біздің былайша айтқанда Бейсенкөл кәдімгі қарағай біздің көлікеміз. Сұлтаға білгей кәдімгі қаратаудай біздің танамыз. Дәл осылай жүріп өтіміздеріміз, сөздерімізді өнерлерімізді сол параларымызда бізде рахаттан дәлеп жүріп берейік. Toylarımız toy olmaz seversin, akşam toy bacılar seversin, buna kılasın. Assalamu alaikum. Toy bacılar kavim. Sultan bizlerin kırgı utanmasına olsun. Sultan ziynetine çıkan berekeli olsun. Dinlerine sağ olun. Senyalarına bırakın. Bakın dayananlar yakına. Böyle çalışmaktasın bu. Yerin altına senyaları versin. Böyle dinlerine bir şey gezin onlara. Allah. Rahmet. Aslında etmebacım ona kavun. Sultan Sılar Kevakan, Cengem Sılar Kevakan. Bəyərinizə rahmet, bəyərinizin yanınızda olduğu günlər olsun. No, olmasa nimeler rahat değil mi? Başka değil mi? Al, çekil. Al işte geldiğinde Peygamber Zeytin'in kutlu olsun. Karayla жүрсе қаратан деп келатырмыз ғой. Қаратанның берік болыстап, сіздердің қолдарыңызда ойлап көріп жүргендеріңіздер той болсын, думан болсын, Құда қаласына кішкене қараңыз. Өйткені осылай мен көрдім кездесіп жүрмін, артынан барша қауым сіздерге әрқайсысында той, думан, берекелі дастарханда әрқашан жүздеріңіз бірге кетпей жүргендеріңіздер той құтты бола берсіңіздер. Rahmet жеңіл айтады ғой. Жас кезінде пейілет бер, қартайғанда зейнет бер деп кешегі аталарымыз. Ал енді осы қайнағамыз бен абысынымызға деген, ағамыз бен жеңгемізге деген сый-сияпатымызға сол табыстайық деп жатыр. Құтты болсын, бауырым, ішіндегі тәуірім. Ал, кигізейік кәне. Ағамызға қазіргі таңдағы бір рет шапа қолдолайық ағай. Бақтиярдың артынан бір рет шапаның ішіне кетіп кәскен шалбар. Жайнаның артынан гүлі бар көйлек. Айгүлдің артынан гүлі бар орамал. Аяғына тұлғия беретін ішін болмады ғой. Соны киім алып депті негізі. Иә, киіп тұр бір суретке дейікші. Шешкісеңдер Бақтиярға. Молодец. Розыбекті сырттан зор жараса деген ұлда дейсің бе? Иә. Бір естен суретке дейікші кеңіздер.
Ahangurgu şişpek, жақындас. Абайландар. Құлақтамаңдар, иә. Студентті шетте тұрмаңдар. Көтеу мүмкін. Рахмет. Чуғырымды шайқасыңдар, шешпек келді. Шешпе. Сен де сондай той бередесің шешпе. Келдесің де шешпе. Иә, қатия, есіңізді зато мәкән өткіземейді тағай. Ал енді мен осы бүгінгі Сұлтанбек көкемнің бір топ сыныптас достарын шақырайын деп жатыр. Өз карантиннен кейін 11-ден кейін ешкім алмайтын болды тойдың өзі. Ал енді Сұлтанбек көкемнің сыныптас достары билеп келейінші кәдімгі. Ысқырап кейінге бастаған екен. Ya sen nereye gittin lan? Canım bir şekilde paramızdan çıkalım. Ya. Al ya bir şey yapacağız. Sonra bakalım bir şey kaçacağız yani sen şarkı koyuyor. Şarkı var mı baba? Kaybeder. Oy bize bir geldi. Oy bize bir geldi diye baba. Ama vatandaşlar bugün ne yapacak? Canım o zamanlarda siyahtı olur, çubuğu gerçekten. Al evladılar, ülkemizde söz edecek nasıl olayım. Особенным несоставленным поведением. Sultan, her fırlasın, her sınıflasın, her arayın. Yok, yenilikle yaşlı tutulsun. Yok, her şeyini yiyorum. Mesela diyorum, direğim katlayıp, 70 var, 80 var, 90 var dediğinde, arada 100 var, Allah'ın dediğini yazıları yazarlar. Bunu Resulullah kızlarının, nimetlerinin puançına, öbürü davranmasın. Elim sağ olsun, öbür yaşın uzak bozuk kalmasa, toyların toy bozun, ama bunu. Nasılsın benim köprü babam, Allah'a bugün Sultan konser, Allah'a alkışlansın, kutlu olsun. Ziynetli olan, ziynetli bir kurdu. Yeni çoğu olsun, basın ham olsun. Bu demirde çıkıcı öyle kalırsa, Allah'ın demir ömrü tekrar mı var? Her kaçın kovanç toyu olur. Rahmet. Dostlar şeyden bastayı deyip durma özüne gelsin. Bir de ömür sürdüm gelip, çaplarlığa da şan gelip gitti o bayağı da büyük. Sultan, bize de bu konuda ayrıntılar, görüyoruz. Başarılı çalışacağız, kapılar olsun, insanlar olsun. Video uzunlukta okuzlarla hakim olunca, videoyu ayarlayıp varacaksa baktı, bayrakta birlikte bize olacak yemeğini akla alışırsa şöyle ayarlayalım. Sokasın arkadaşı atarım. Burası olsa ünlükle ayrı gerçekleştiriyoruz. Rahmet Erşen. Kuleyşa, Tamara, Zebira, Selima. Tamam. Maşallah.
Енді сол 45 жылдықта мынау Сұлтан подружкамыз өте бізге көп жәрдем берді, қызы болып отырғызып қойды. Ақырына дейін сол бізбен бірге жүріп, біздің жаңағы барлық тірлікті өзі сөйледі. Сол үшін айналайын Сұлтан жаман емес, подружкамыздың жақсылығы мынау нағашысынан көріп отырмыз, баланың нағашыларынан. Сіздерге де мына қыз өйткені мына өсірген ұлдарының, қыздарының мына жемісі балдарының ата-анама деп мейірін салып, ата-анасына осынша алып өше дегенде әдемелеп жастар, жора жолдасын, құда жер жақын, туған туысқанын, жора жолдастарын шақырып өткізіп жатқан балдарына мына қыз. Наудин екеуің құда қаласы жаңа бір анекдот бар екен. Осындай қыз сөйлеп жатыр дейді бәрі. Сөйтіп кішкене балаға енді сен сөйлеші деп атасына не айтады екенсіз, ата әжем екеуің бір жастықта қайтамын деп жатыр дейді. Соқса бір жастықта қатайыңдар, құда қаласа 80-нен секіріп, 90-нан тоқтамай, 100-ден аса беріңдер енді. Алланың несі ғой. Барлықтарыңызға аманшылық тілеймін, дендеріңіз сау болсын, осындай оқыстарыңыз жоғалмасын. Рахмет. Енді мен осы мына жер кішкене ашайын сәл байлап жазыңыздаршы. Кеңішті судегі мәлеге. Достардың қасында дос тұру керек. Бүгінгі той егесі тойшыл қауым сіздерге де бір жылы дейміз, ақ тілегін айтып беру керек деп қаламыз ағайын. Мәлеге үй егесі болмай, тамшы егесі болмай, паршаларыңызды, тілектеріңізді тігінен тұрып тыңдап жатыр ғой. Енді сіздер де осы Сұлтанбек көкем менен Бейсенкүл жеңгемнің тілегін естісеңіздер деп қалам ағайын. Иә, сабырлы адам, қадірлі адам деп жатады. Ағылмаса су, тыңдалмаса сөз жетім деген ғой. Кішкене бірге ат басын бұрып, алтын уақыттарыңызды қиып, Сұлтанбек көкемнің тілегін естейік ағайын. Мінекей, 63-ке келген жасым бар, қуанатын тойлайтұғын досым бар. Осындай еске салатұғын ағайын, құда жекжат ағайындай бауыр бар деп қалады. Мінекей, құда қаласа әйтеуір сіздерге деген көкемнің де бірауыз тілегін естісек деп жатыр ағайын. Рахмет қамада, Тосбекімізге. Мына құда жекжат, ағайын туыс, құрдастарым, жаудасым, жұмыстас деген рахмет сендерге. Яғни той-тойға olsa берсін, бәріқларына тілейтін осындай той бере берсін, бала-шағалардың қызығын көре берейік. Асақан тойы қуанышы жайы берсін. Рахмет Сұлтанбек көкем. Банктен кредит жасаңда қайтып банкке береді екенсің ғой. Сол өзім берген микрофон қайтып өзіміне беріңізші өтініш сіздерге. Ал енді мынау отының басындағы, ошағының қасындағы ер азамат егесі, әйел үйдің шегесі деп жатыр. Мынау енді ең батыр кім десең, ана деп айталамын депті. Есімін сан мың мәрте ақындар да қайталапты. Бүгінгі тойдың төрінде Бейсенкүл апама тойшыл қауым тойын құтты болсын деп
екі қолын сабалапты. Мыналар ұруға болмайтылар, бір-бірлерін ұстап тұр ғой мынау. Мәнеге бейсекті апа, жаттап деген бәрін айтып жүруші спортқа. Құрметті қонақтар, құда-құдағилар, мына төрге шығып бізді сыйлап келгендеріңізге рахмет. Мынау ағайын туысқан бауырлар, кластастар, намыстар барлығы осы тойдың куәгері болыстарға рахмет сіздерге. Сіздерге де осы мерейтой жосты болсын, сіздеріңіз жоғалмасын, барыс келісіп сіздерді той істеп бізге бара берген құда қаласа. Мынау кенже балам артынан сұрап үйленіп кете берсін. Той баласа берсін. Бауырларыма рахмет, осы ағайындардың арқасында, туысқанның арқасында бәрі осындай болып жатқаны. Рахмет. Айналайын рахмет. Туысқандарын рахмет депті ғой баяғыда біреуді. Ал енді мінекей, өмірге келген адам бақытты болу біреудің қолында емес, өзінің қолында екен ағайын. Мінекей, бақ дәулет тілеу керек бастарына, қолдаушы қыдыр жүрсін қастарында, еш уақытта қартаймайтын замандас құрдас құрбылар ағайын туыстар жүрсін дейміз жан жағында деп айтамыз. Ал енді бір естен сөйтіп түсірді ме? Түсірші осыда, түсірші. Бұл көлік кезейік. Пратыр, сөйтіп алатын ау ғой? Түсір. Сейсеп атамыздайын, шапан шаттықты. Осы жерде тұрбаш, сендер орнасында тұрбаш. Жаңағы көршінің сұзылды, яғып кете береді. Ал енді той жылдауын ортаға баршамыз биге, көтерін көңіл күйге. Қазағымның үйінде дәл осындай той болсын, қуаныштан жарылардай ой болсын. Ортада гүл сарадай қыздарыңыз ән салатын күн осындай той болсын деп. Баршамыз ортаға биге, көтерін көңіл күйге жібермейсің.